2019 жылдың мамыр айында ақш астанасы Вашингтон қаласында өткен Planetary Defense конференциясында жиналған 200-ден астам астроном мен инженер 2027 жылы Жер планетасын жойып жіберуі мүмкін 2019 PDC астероиды туралы сөз қозғады. Хей достар, сіздермен бірге Тентек арнасы. Бүгін біз сіздерге адамзат тарихында үлкен қауіп төндіруі мүмкін астероид жайлы сөз қозғаймыз. жылдың наурызында астрономдар жерден 57 миллион қашықтықта диаметрі 300 метр астероид анықтаған. 2019 PDC астероидының мақсаты Жер. Мерзімі 2027 жылдың 29 сәуірі. Заманауи техника мұндай қауіпті астероидты жерге жетпей тұрып 8 жыл бұрын анықтауға қауқарлы екен. Адамзат өркениетінде 8 жыл қалды. PDC астероидының алдын алу үшін не істей аламыз? Барлау. Бірінші мақсат барлау жұмыстары. Алдымен астероидқа мүмкін болғанша барынша жақындай алатын құрылғыны ұшырып, оның неден тұратыны, қозғалу барысын, мөлшерін зерттеу қажет. Мамандар мұндай құрылғыны 2021 жылы ұшыру мүмкін екенін болжаған. Қозғалыс траекториясын өзгерту. 2021 жылы 2019 PDC астероидының жерге бағыт алғаны нақты белгілі болса, жағдайымыз қиын. Мамандардың айтуынша, астероидтың бағытын өзгерту үшін 6 кинетикалық импактор қажет. Алайда бұл құрылғылар тек 2024 жылы аспанға бет алады. Оның үстіне көкке көтерілген 6 құрылғының тек 3-еуі ғана діттеген мақсатқа жетуі мүмкін. Ал импактордың күші ірі деген тастың тең жартысын бұзып жаруға жетсе, қалғаны жерге қарай бет алады. Бұл жағдайда біз не істейміз? Болжам бойынша, астероид ақш-тың шығыс бөлігіне түседі. Егер астероидтың кем дегенде 50-60 метрі жерге құлайтын болса, арты үлкен апатқа әкеп соқтырады. Оның алдын алатынын қазіргі таңда технологиялар ойлап табылмаған. Тек сол аймақтағы тұрғындардың қауіпсіз аймаққа көшіруге тура келеді. 29 сәуір астероидтың жерге құлайтын күні. Астероид жердің атмосферасына сағатына 70 000 шақырым жылдамдықпен еніп, Нью-Йорктегі орталық саябақтың үстіне 15 шақырым биіктікте жарылады. Қуаты Хиросимаға құлаған бомбадан 1000 есе күшті. Нью-Йорктың 15 шақырым болатын айналасы жер бетінен жойылады. Міне, Planetary Defense конференциясында қарастырған сценарий осындай. Оған қоса мынадай сұрақтар талқыланды. Аз ғана уақыттың ішінде кем дегенде 10 миллион адамды қайда көшіруге болады? Қауіпті аймақтың химиялық зауыттар мен ядролық нысандарда қайтпек керек? Мұражайдағы баға жетпейтін жәдігерлерді қалай құтқаруға болады? Дегенмен, бұған дейін де астрономдар мұндай ірі астероидтарды бақылаған. 2004 жылы диаметрі 340 метр 99 942 Апофис астероиды ашылды. НАСАның мәлімдеуінше, ежелгі Мысырдың жауыз құдайдың құрметіне аталған аспан денесі 2029 жылы 13 сәуір күні жерге 32 000 шақырым жақын ұшып өтеді. Басында жерге соғылуы мүмкін деген Апофис астероидының құлау ықтималдығы миллионнан бірі. 341 метрлік астероидтың жермен соғысу ықтималдығы 2,7% құрап, аспан денесі ғаламшарымызға 2029 жылы жақындап келеді деген болжаған болатын. Дегенмен, кейінірек ғалымдар пікірін өзгертіп, бұл уақытта 2036 жылға қарай ығыстырды. Ал қазір астероидтың жерге соғылу ықтималдығын тіпті жоққа шығарылып отыр. Бұл болашақта астероидты терең зерттеуге таптырмас мүмкіндік. Астероидтардың қозғалыс траекториясын өзгерту бағытында қазірдің өзінде жұмыстар атқарылып жатыр. Жаттығу ретінде 63803 Дидимус деп аталған
диаметрі 165 метр астероиді таңдалды. Ал 2022 жылдан жерден 11 миллион қашықтықта ұшып өткенде DART ғарыш аппаратымен оның траекториясын өзгерту жоспарда бар. Сіздермен бірге болған Тентек арнасы. Егерде осындай қызықты ақпараттарды қалайтын болсаңыз, онда лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойуды ұмытпаңыз. Және де дәл осы видеоның достарыңызбен бөлісуіңізді сұраймыз.